Сәлеметсіздер ме, пайдалы кеңес арнасының көрермендері. Бүгінгі видеомыз бала құлағын қалай тазалаймыз және де құлаққа ана сүтін тамызуға болады ма? Видеомыз басталмас бұрын төменде тұрған подписаться кнопкасын басып, каналымызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Күнделікті жаңа видеолар ұсынатын боламын. Ал ендеше бастаймыз. Баланың құлағын тазалаймыз ба? Бұл жиі келетін сұрақтардың бірі еді. Жалпы баланың есту мүшесі, есту жолдары үлкендерге қарағанда өте нәзік. Дабыл жарғағы сыртқы есту жолына өте жақын орналасады. Сол үшін сырттан әсер ететін күрделі заттардан барынша сақ болуымыз керек. Баланың құлағын тазаламау сіздің уайымыңыз болса, босқа таусылмаңыз. Себебі баланың құлағын терең тазалауға болмайды. Баланың құлағын тазалау арқылы сіз балаға зиян әкелуіңіз мүмкін. Айтқанымдай, баланың есту дабыл жарғағы барабанная перепонка, яғни халық арасында құлақ пердесі деп аталған есту мүшесі, сыртқы есту жолына жақында орналасқан. Сіз пайдаланып жатқан құлақ тазалағыш затыңызбен дабыл жарғағын зақымдап алсаңыз, бала дұрыс естуден қалуы мүмкін. Баланың құлақ іші терісі өте нәзік, жұқа, сезімтал болып келеді. Жаралап алу мүмкіндігі өте жоғары. Әдетте құлағы, яғни құлақтың кірі сыртқы есту жолында орналасады. Сіз тазалағыш затыңызбен құлақты одан әрі бетер итеріп, дабыл жарғағына дейін бітеп алуыңыз мүмкін. Және ең маңыздысы, құлақтың ішкі бетінде құлық бөлуші бездері тітіркенуіне құлық бөлу қызметі жоғарылайды. Одан бетер құлақ құлықпен толады. Құлақ құлығының да пайдалы қызметі бар. Бостан басқа тұрған жоқ ол. Ол сыртқы заттардан, яғни шаң, су, қатты заттар құлақтың ішкі жағын қоршап тұрады. Жел, жоғарғы температурада сыртқы құлақтан келген әсерден қорғап, құлақ аурулардың алдын алады. Баланың құлағын қалай тазалаймыз? Баланы шомылдырған соң, балаларға арнайы құлақ тазалағыш мақта таяқшаларымен немесе мақта тампондарымен құлақтың тек сыртқы кіреберісімен құлақ қалқанын қатпарын ғана ақырын сүртіп тазалап қоямыз. Ішке қарай кіргізбейміз. Егер үгітіліп сыртқа шығып тұрған құлық болса, аламыз. Үлкен балаларыңызда құлағын терең тазаламаймыз. Егер құлақ ауырса, құлаққа ана сүтін тамызуға болмайды. Өйткені ана сүті жылы әрі тәтті болып келеді. Ол бактерияларға ыңғайлы орта болады. Құлақтың одан әрі қабынуына келеді. Сол үшін ауырсынып жатса, бала жасына сай дозада нурофен, ибуфен беріп дәрігерге апарамыз. Құлаққа тамызғылар тек дәрігер нұсқауы бойынша беріледі. Көріп отырған жан каналымызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізде күнделікті жаңа видеолар ұсынатын боламын. Ал ендеше сау болыңыздар, келесі видеода жүздескенше.